Егер де сен жасөспірім болсаң, бұл 5 нәрсені жасаушы болма, бұл 5 нәрсені жасаушы болма. Және де бір жеңін айтып қойын. Бүгін видеода анандай, мынандай жайдан жай советтер болмайды. Бұл жерде кәдімгідей көбісі айта бермейтін, және де тура ашушындық болатын, кәдімгі хард орк болатын нәрселер туралы айтатын бол. Ендеше бұл видео саған қазір ауыр тиюі мүмкін, бұл видео саған ауыр тиюі мүмкін. Неге мен көрдім. Бірақ егер сен бұл 5 нәрседен құтылсаң, 5 нәрсеге жоғалмасаң, онда құттықтаймын, сенің болашағыңда жарқын болашақ күтуде. Ендеше бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп кет, лайк басып кет, комментарий жазып кет. Бұл видеоны өзіңнің достарымен тарат, бұл видеоны міндетті түрде көру керек. Ендеше кеттік, бастаймыз. Сонымен номері бірінші кеңес. Компьютерный ойындарды, виртуалды ойындарды ойнауды доғар. FIFA ойнама, Free Fire ойнама, PUBG ойнама, Counter-Strike ойнама. Бұндай нәрселердің барлығынан сен алыс бол. Өйткені бұндай нәрселер саған не істейді? Во-первых, ең бірінші сен ол жерге ойнайсың, бұл сені уақытын алады, бұл сені өте көптеген уақытын алады. Екіншіден, сен ол жердегі адамдарды, персонажды жасарта түсесің. Бірақ неге сен өз-өзіңді жасарта түспеске? Және де үшіншіден, сен кейбір адамдар болады, тіпті ол жерге донат салатын. Сен просто так ақшаңды алысқа жібереді. Бұндай алысқа жібереді. Және де төртіншіден, бұндай ойындарды кімдермен ойнайсың? Уақытын қайда пайдалана алмайтын, уақытын қайда құртарын білмей адамдармен. Яғни сенде жаман окружение қалыптасады, сенде жаман орта қалыптасады. Бұндайдан алыс бол. Бұл ойындағы адамдарды мықты еткенше, бұл ойындағы адамдарды жақсы еткенше, өзіңнің өміріндегі өзіңді, мына сен персонажсың, мына сені әлемі ойын, сен главный персонаж ретінде өз-өзіңді мықты етіп түсуің керек. Сен өз-өзіңді качать етуің керек. Сен өз-өзіңді жаңа деңгейге шығаруың керек. Осыны естен шығарма, бұл бізде бірінші кеңес. Екінші кеңес. Алкоголь, сигареттен алыс бол. Бұл жерде міндетті түрде сигарет дегенде кәдімгідей сигарет. Қазір мен білем, менен төмен жастағы адамдар, менен жоғары жастағы балалар, менен өте кішкентай балалар мектептің сыртынан шықсаң кәдімгідей электронды темекі шегіп тұрады. Электронды темекі, олар кішкентай, олардың организмі қайда қалады сонда? Қайда барады олардың организмі? Шынымен де алаңдайсың, өте қатты алаңдайсың. Бұндай нәрсеге жолама. Қазірден басында бір әкесімен отырып пиво ішетін балалар бар. Өте жаман нәрсе. Қазірден бастап сондай бір жаман ортаға жолығатындар бар. Бұндайлардың бүкілінен алыс бол, максимально тұрғанда алыс бол. Бұл бізде екінші кеңес. Және де үшінші кеңес. Мен бағана айттым hard work. Үшінші кеңес, бұл жерде порнолар қарама. Порно видеолар қарама. Және де бұндай мастурбация етін нәрселер жасама. Бұл өте жаман нәрсе. Сен өзің білесің. Сен қарап болғаннан кейін, сондай видеоларды қарап болғаннан кейін, сенде қандай энергия болмайтынын. Сен білесің, қарап болғаннан кейін сондай видеоларды сен бір әлемді жаулағың келмейді. Сен арманға қарай жүргің келмейді. Саған керегі жай ғана жата отыр, бір қандай да бір ютубта бір видео қара, тиктокты өткіздір болса, жай энергия жоқ сенде. Бұндай нәрсе жасама. Тестостеронды бұл максимально түсіріп тастайды сен. Бұндай нәрсеге жолама, бұндай нәрсе жасама, сені вообще психиканы, сенің денсаулығыңды сонымен қоса бұзып тастайтын нәрсе дәл осы нәрсе. Келесіде, егер де саған бір порно баннерлер, сондай бірдеңе сайттар бір есіне келетін болса, максимально тұрғанда алыстатып есіне салды. Бұндай адамдар жай ғана өзінің ақша табу үшін ғана бұндаймен айналысатын. Бұндайға мүлде жасаушы болма, бұндайды мүлде жасаушы болма. Төртінші кеңес, боқтауды доғар. Боқтауға мүлде жолама, боқтаушы болма. Өйткені біздің адамдардың көбісінде басында қалыптасқан. Боқтау бұл өте жақсы. Және сен егер де қазір өзінің сыныптастарымен, өзінің группаластарымен, өзінің достарымен кім бір сөйлемде үш сөзді екеуін боқтап, кім мықты сөйлейді, кім мықты боқтайды, кім кәдімгідей күшті барлығынан боқтайды деп таластырсаң, онда сен мүлде жаман жаққа өзгеріп барасың, және де жаман ортаға түсіп қаласың. Бұл жаман ортаға түсудің белгісі. Сен оданша ондаймен жарысудың орнына, ондайға барудың орнына кім уверенно сөйлейді, кім тап-таза кәдімгідей ешқайда боқ ауыз сөзсіз сөйлейді, кім керемет сөйлейді, кім анық сөйлейді, сондайға жарыс. Сондайда бірінші бол. Сондайда бірінші болға талпын, және сондайда сен үздік бол. Аузына келгенді оттай беріп, аузына келгенді айта бергеннің орнына боқтап сөйлеу, ғайбаттап сөйлеу, жамандап сөйлеу, бұл ешқашанда жақсылыққа апармайды, және де бұл басқа бәлет болып келеді. Мен мектеп қазір оқып жүрмін ғой, және де әсіресе төмен сыныптары есімде бір балалар бір
менімен бірге оқыған балалар бір тілдің кесірінен, бір боқтап қалғанның кесірінен, біреуді жамандап жібергеннің кесірінен учетқа кеткені, бір жаман нәрсеге кеткені, жаман нәрселерге жолыққанын мен білем. Мен көрген, өз көзіммен көрген. Бұндайды менің өз көзімнен, өзімнің басына өткен жағдайлар. Сондықтан да бұндайларға жолықпа, бұндай нәрсе өте жаман нәрсе. Өте жаман нәрсе, және де боқтауды доғар. Максимально талпын боқтауды доғаруға. Максимально күшін сал. Енді бесіншісі, өзіңнің уақытыңды текке құртуды доғар. Өйткені сенің қазір айналаң қаншама жаман нәрселермен айналысып жүр. Безденек болып жүр сенің айналаң. Бірақ сондай нәрселер айналада әрине қиын даму. Сондай окружениеда даму қиын. Бірақ бұндайларға қарамастан міндетті түрде даму бер, алда қарай талпынай бер, өзіңнің сүйіктісімен айналыс, өзіңнің сүйіктісіне көнер бер, барлық уақытында өзіңе қарай дамуға фокус қой. Осы сен үшін маңызды. Бұл 5 нәрсені сабындай тете отыра, бұл 5 нәрсені өзіне қадағалай отыра, сенің болашақ жаңа деңгейге шығатын бар. Ешкеттік достар, бұл 5 нәрсеге жоқпа, бұл 5 нәрседен алыс бол, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам боламын десеңіз. Кеттік, келесі видеоларда кездескенше. Көп рахмет.